Сабағымыз басталды. Балалар, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Енді балалар, бізде бүгінгі сабақта психологиялық атмосфераны туғызу үшін қазір бір-бірімізге тілек тілейік. Мерей бастап. Жақсы, рахмет. Мен барлықтарыңызға жақсы ойлар тілеймін. Рахмет. Күндерің сәтті өтсін. Рахмет. Мен барлығын сәтті өтті. Рахмет. Барлығына даналық болсын. Мен барлықтарыңызға жақсы денсаулық тілеймін. Мен барлықтарыңызға табыс тілеймін. Рахмет. Жақсы баға тілеймін. Мен барлығыңызға ақыл тілеймін. Мен барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Мен барлығыңызға жақсылық тілеймін. Мен барлықтарыңызға жақсы күн тілеймін. Мен барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Мен бүгінгі сабақта барлығын белсенді болып отқанын тілеймін. Мен бүгінгі сабақта барлығын табыс тілеймін. Рахмет. Мен сіздерге балалар барлығыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Және де әрдайым денсаулықтарыңыз мықты болсын деп тілеймін. Ал отырыңыздар. Бөліп отырғыздым, өздеріңіздің топтарыңызға аттарыңызбен танысыңыздар. Бүгін біз сабақ барысында сіздер түрлі жұмыстар атқарасыздар, яғни сабақтың мақсатын айқындау үшін, сондықтан белсенді болыңыздар. Енді барлығымыз өткен сабақта қандай тақырыппен танысқан едік? Кәнеки кім айтады? Қандай мәліметтерді біз білдік сол сабақтан? Кәнеки? Компьютер жырау 1675 жылы дүниеге келіп, 1768 жылы дүниеден өтті. Так, жақсы, тағы да кім қосады? Дархан. Жақсы, рахмет, дауысында шығады. Так, Аляпа, не айтасың? Туыстары болған, мейірімсіз болған. Туыстары мейірімсіз болған. Жақсы, рахмет. Кішкентай жасынан зоқсынғанын көрген. Так, жақсы. Сонымен, Ол балық жаңа шығыс Қазақстан облысы Аягөз аймағында өткізген. керемет, дұрыс жаңалық мәлімет. Жақсы, рахмет. Ал жақсы балалар, біз қайталап шықтық. Сонымен біздің Автанберді жырау, атақты жырау, батыр, қолбасы да болған, қоғам қайраткері де болған, дипломат, қазақтың көне жыраулық мектебінің беті өкілі болған, қысқа нақыл шешен сөздердің шебері де болған. Соны сіздер әрдайым есте сақтап жүріңіздер. Жақсы. Жақсы балалар, енді қазір біз Ақтанберді жыраудың бүгінгі өтетін өлеңі бұл балаларыма өсиет деп аталады. Соны оқулықтан ашып, қазір біз бірінші танысып алайық. Дауыстап мәнерлеп бізге кім оқып береді? Так, жақсы, Әсем бастайды. Дауысын шығар. Балаларыма өсиет, қылмаңыздар кепиет, білігіңнен айырылма, білікте бар қасиет. Татулық болар береке, қылмасын жұрт келеке, араз болсан алтауыз, еліңе кірген әреке. Талпынып салдым егінді, ішсін деп әркім тегінді, ақылың барың ұғарсың, ойың болса сөзіңді. 90-ға жас келген соң, өлім жақын көрінді. Бар арманым айтайын, батырларша жорықта, өлмедім оқтан қайтейін. Ел аман болсын ылайым, тілегім берді бәрінде, разымын Құдайым. Тағы берілген кейбір сөздерге мен түсініктеме дайындап қойдым. Яғни қараңыздар, бізде кепиет деген сөзі бұл кесір, кесапат дегенді білдіреді. Келеке бұл мазақ және тәлкеттеп деген мағынаны білдіреді. Ал араз болса алты ауыз бірлігі жоқ дегенді білдіреді. Сонымен қатар әреке деген бізде өлеңде сөз кездеседі, бұл бөлік, лаң дегенді білдіреді. Және лайық соңғы жолдарда болды. Әрқашан, әрдайым, үнемі, әмсе деген мағынаны білдіреді. Енді қазір балалар, бұл өлеңді топтардың ішінде сіздер не істейсіздер? Тағы да бірнеше мәрте оқып, талқылайсыздар, ақылдаса келіп, постер, міне сіздердің А3 форматын дайындап қойдым, маркерлер бар. Соны не түсіндіңіздер, қалай түсіндіңіздер, соны осы қағаз бетіне түсіруді өтінемін. Жақсы балалар. Сонда әр тапсырма сайын біз топтың ішінде және топтар арасында бағалау жүзеге асырылады. Түсінікті ме? Жақсы. Бастаймыз. Жақсы балалар, сіздердің жұмыстарыңыз аяқталды. Енді кім қорғауға шығады? Кәнеки бірінші топ, яғни сіздердің топтарыңыздың аты қандай еді? Ақтанберді жырау тобы шықсын. Кәнеки. Баланың сендердің бойынша қандай жұмыс жасадыңыздар көзімде? Так.
өсиет, оған біз постер салдық. Бірінші өсиет бұл жазбаша түрде немесе алға айтылып қалдырған ақыл кеңесінде талап қойылды. Өсиет ел жұртына ұстаз шәкіртіне әке баласына айтылады. Жақсы. Мен түсінгенім, жаман істерді үйренгенше жақсы істерді істе. Керемет. Тағы да бар ма? Татулық бар жерде береке болады. Татулықсыз береке болмайды, кетеді. Адамдар тек өзін ғана емес, басқа адамдарды да сыйлап, оларға көмектеу керек. Өлеңде автордың батырлаша жұртта өлмегеніне өкінеді және өз балалары өзінің қателіктерін қайталауға қаламайды. Жақсы. Ал балалар, кәнеке бұл топқа біз баға берейік. Болдыңыздар ма? Осы постерда біз ата-бабамыздан бірге жеткен көптеген ұлағаттар, ғибраттар, балаларға тәлім тәрбие жолы өсиеттер сөздері бар. Автор өз балаларына жақсы жолға түсіп, жақсы қасиеттерін сақтағысын қалады. Болды ма? Рахмет балалар. Көп бірнеше жолдан сіздер қаншама міне ой түйдіңіздер. Рахмет сіздерге. Кәнеке шапалақтар. Қанша баға берер едік осы топқа? Кәнеке? Мен тамаша деп бағалайтын едім, себебі бұл жерде көп мәлімет және жақсы түсіндірілген. Жақсы, керемет. Тамаша, мен де келсем, ойлауыңыздар. Соңында осы тапсырмалардың шахбиз жырау тобы шығады. Кәнеке, орта шығыңыздар. Жақсы, бастаңыздар. Так, айтыңыз. Бізге тапсырма берілді, постер жасауға балалардың өсиет деген тақырыбында. Балалардың өсиет деген жырауда Ақтамберді өзінің адамгершілік қасиеттерін өзінің өмірде өткізген барлық оқиғасын бізге жырау арқылы беріп таныстыруға болатын. Бұл жерде бұл толғауды ата-ананың өмір бойы өткізген қарыз борышын өсиет арқылы жеткізіп, адам болуға шақырған болатын. Бұл жырауда 18-ші және 19-ші ғасырда болып жатқан қалыпты жағдай туралы айтылады. Бұл жолда тәрбиелікке және жаман істерге еңбегі етеді. Автор ол өз балаларына жақсы өсиет айтады. Өскенде жаман жолмен кетпей тәрбие етеді және білім болуы еді. Өсиет жырау. Ақтамберді жырау өзінің өмірінің соңында жазған. Ол қиын кезеңде өмір сүрген соң, ол адамдарға амандық, татулық, бірлік тілеген. Автор өз балаларына татулыққа және бірлікке үйретеді. Жақсы. Ақтамберді өзінің адамгершілік қасиеттерін көрсеткісі келсе де, бірақ та ол өзінің балаларына да тиісті болады, себебі де бала өз қателігін өзі түсінбесе, басқа адамның айтуымен ол жүрмейді. Жақсы. Ал, түгел айтылды ма сіздердің материалдарыңыздан? Жүректі неге салдыңыздар? Себебі Ақтамберді жырау өзінің жүрегінен, өзінің ақыл парызынан шыққан сөздерді бізге жазып кетті. Жақсы, керемет. Рахмет. Топқа баға беріңіздер. Кім бірінші Ерасылға сіздердің? Мен бұл топты тамаша деген бағаладым. Себебі олар өз ойларын нақты және жақсы жеткізді. Жақсы және нақты жеткізді. Рахмет балалар, отырыңыз. Ал жақсы, кәнеке енді осы топтың жұмысына назар аударайық, иә? Балаларға өсиет деген қысқа жырау болғанымен Ақтамберді туралы және осы жыраудан көп мәлімет білуге болады.
мысалға Ақтамбердин осы шығармадан қандай қаһарман, данышпан, ақыл ойлы, терең ойлы, жақсы адам екенін түсінуге болады. Және осы шығармадан, жыраудан бізге қандай ақыл ой беріп жатқанын, өз елі туралы ойланатын білуге болады. Ақтамберді жыраудың осы балаларға өсиет өлеңінде балалар жас ұрпақтарға және өзінен кіші балаларына өсиет беріп жатқанын көреміз. Өсиет беріп жатқанын көреміз. Ақтамберді жыраудың балаларына өсиет туындысынан өте көп нәрсе алуға болады. Мысалы, балаларды татулыққа, бір-бірімізді сыйлауға және бір-бірімізді сыйлауға үйретеді. Жақсы. Так, кім жалғасты? Біз осы балаларына өсиет деген өлеңді алып, өлең істедік. Қазір барлық топтан бір романның ұшынып сыйлықтар таңдаймыз. Бірден келген ба? Бірден? Бір топтан бір адам кезек-кезек. Сен оқисың, ал қазір аяқтар оқиды, сіздер Шешен сөзінің синонимі 5 сөз. Синонима? шешен сөзінің синонимі. Қандай әріп бар сол тұста? Бесінші сөз. Бірінші әріп. Екінші әріп Ү. Екінші әріп Ү. Өсиет. Екінші әріп. Бірінші әріп. Дұрыс айтасың. Қалай? Көсем біз шешенің. Жақсы. Екінші топтың бір оқушысы шықсын. Жырауға берейік. Тобыңа сұрақты оқы. Сендеген бейнелі ой, жеті сөз. Жеті сөз. Так, қайсысы бұл ана? Рет-рет орысша сіздер біле. Так, Афоризм деп ойлайды. қалай? Афоризм дейді. Дұрыс. Қызықты құрастырған. Келесі кім? Келесі тағы үшеу қалды. Ага, үш сұрақ екен. Сен шық бірден. Кім Андас бар шыға ғой. Және Анатолий апай. тағы бір берейін. Так, тынышталамыз. Мен ойымша әрекет сөзінің синонимі С. Дұрыс па? Білмеймін. Я дұрыс. Қандай сөздер бар сөз? Өз деп яға кетсе. Так, келесі екінші аружан болды бізде. Көсір, көсапат синонимі. Көсір, кесапат. Жаңа біз өттік, бұл сөзді. Кипиет, кесір бер. Дұрыс па? Я дұрыс. Жақсы. Қызық. Жарайсыңдар, және Диляра қалды бізде. Балаларына өсиет өлеңінің авторы. Ол Ақтамберді жырау. Жақсы. Ортанбай тобына баға берейік. Қандай керемет жұмыс жасады, қызықты да болды. Танеке, кім баға береді? Топтарыңыздың атынан. Танеке, Аружан. Мен бұл топты тамаша деп бағалаймын, себебі ол өзінің мәліметін қызықты, сосын қызықты берді, сосын тағы мәліметі көп болды. Мәліметтерді жеткізе алды, дұрыс, жақсы берді. Отырыңыздар, керемет, рахмет сіздерге. Енді балалар, бізде қазақ халқында ат
ерекше бір қасиетті жануар ретінде қаралады. Төрт түліктің бірі. Соны енді бүгін бағалауға осы мен ат жүрісі түрінде алғаным. Ең бірінші, міне қараңыздар, бізде 3 түрлі ат жүрісі бар. Бұл төкпе жорға, қараңыздар бірінші. Екінші, ағынды шабыс, және үшінші, жаяян. Енді әр топқа бүгінгі міне жаңағы өтілген, берілген тапсырма бойынша мен төкпе жорға деп бағалар едім. Себебі сіздер барлығында нақты осы берілген толғауды жеткізе білдіңіздер. Және де түгел топпен шығып мұнда қорғадыңыздар. Рахмет сізге. Сондықтан бүгін мен төкпе жорға деп сіздерді осы тапсырма бойынша бағалаймын. Рахмет. Енді келесі тапсырма бізде сұрақтар берілген бүгінгі өткен толғау бойынша. Ақынның шығармасына негізгі арқау болған тақырып не? Қанеке, кім бұл сұрақ бойынша бізге жауап бергісі келеді? Диляра, Қанеке. Авторға арқау болған, ол өз балаларына ақыл кеңестер қалдырғысы келді. Ол балалары жақсы жолға түсіп, жақсы адам қасиеттерін сақтай қалуын қалады. Жақсы, керемет. Так. Ал енді автор өзі көтерген мәселені қаншалықты аша білген? Бұл сұраққа кім жауап бергісі келеді? Автор өзі көтерген мәселені жақсы аша білген, себебі бұл жерде өзінің балаларына, және жастарға жақсы кеңестер беріп, аша білген. Жақсы, керемет, отыра ғой. Так, енді үшінші сұрақ бойынша Ақтанберді жырау өсиет сөздерінде ұрпағына нені аманат етеді? Кім жауап береді? Бағдат айта ғой. Ақтанберді жырау көптеген даналық және ақыл асыл сөздер ұрпағына қалдырған, көп өсиеттерін жақсылыққа тартқан, және ұрпағын оның қателіктерін қайталатпау үшін солай көз жеткізген. Сенің ойынша солай. Ал енді аманат деген сөздің мағынасын сіздер қалай түсінесіздер? Так, Қанеке, кім айтады? Аманат ұғымы ол бір адамның екінші адамға сеніп тапсырған мал мүлкі мен дүниесі. Бұрынғы аталарымыз өзінің мал мүлкін аманат етіп білген, аманат етіп қалдырған. Кері арқылы мен қазір сіздерді бағалаймын. Яғни қараңыздар, бізде жылқының осындай түстері бар. Ақбоз ат бар, қылаң ат бар, және қара ат бар. Енді жаңағы жауап берген балаларға, яғни бізде жаңа сөйлеген Мерейге мен Ақбоз аттың бағалауын ұсынамын. Ақбоз аттай әрдайым не бол? Сондай әдемі және де ақылды бол. Так, жақсы. Енді Әсемай сағанда мен Ақбоз атпен бағалаймын. Алиақбар сағанда бағалауым Ақбоз атпен болсын. Және Бағдат сағанда өте жақсы балалар. Сіздер осы тапсырмамен жақсы жұмыс жасадыңыздар. Рахмет. Енді балалар, бізде келесі тапсырма шығармада мазмұны бойынша берген кестені толтырыңыздар деп беріледі. Енді қазір топтың ішінде ақылдаса отырып, сіздер өлеңдегі тағылымы мол өсиет жолдарын ұсынасыздар және менің өсиетім деп өздерінің көзқарастарыңызды білдіре отырып, топпен бірақ ақылдаса келіп, жарай ма? Соны осы тапсырманы орындайсыздар. Ал Қанеке, қай топ бірінші бастайды? Өлеңдегі тағылымы мол өсиет жолдары дегенде Қанеке кім бірінші оқиды бізге? Давайте, Диана, жақсы, давай, Диана. Өлеңдегі тағылымы мол өсиет жолдары қылмаңыздар кепиет, бірлігінен айырма, бірлікте бар қасиет, татулық олар береке, қылмасын жұрт келеке. Так, жақсы. Келісеміз бе балалар? Келісеміз. Так, сіздердің топтарыңыздан естігім келіп тұр, осы өлең жолдары. Біздің топтар шындап сөйлейді. Өлеңдегі тағылымы мол өсиет жолдары. Қылмаңыздар кепиет, бірлігінен айырылма, бірлікте бар қасиет, ақылың барын ұғарсын, ел аман болсын ылайым.
Сіздерге осындай бірінші топта сияқты иә алдыңыздар. Жақсы өлең жолдары. Рахмет. Ал енді ендеше сіздерге Ақтанберді жырау тобына соңғы менің өсиетім дегенде қандай ұсыныс жаздыңыздар? Диляра, жақсы. Менің өсиетім. Мен ұрпақтарыма ақылды еңбекқор тәкаппарлықтан аулақ болсын деген өсиет қалдырушы едім. Өйткені ақылды болсаң көп нәрсені түсініп, жақсы өмір сүре аласың. Өз-өзіңді ойламай халықты ойлау керек. Жақсы, керемет. Шапалақтар. Енді балалар, осы тапсырма бойынша сіздерге бағалауды мен жылқының жас мөлшері арқылы бергім келеді. Жылқының жас мөлшері келесі дейді балалар. Тақтаға назар аударыңыздар. Мінеки алдарыңызда жылқының жас мөлшері келтірілген. Біріншісі бие, екіншісі тай, үшіншісі құлын ретінде берілген. Сонда барлық міне үш топтың жұмысы мен бие, яғни бұл саналы, үлкен, енді ақылды деген сияқты сондай мағынада бағалаймын. Бие түрімен. Түсінікті ғой? Рахмет балалар. Енді балалар сіздерге келесі тапсырма бұл жыраудың өсиеті сіздер керісінше қара сөзбен жазып, мына жерге шығып қорғайсыздар. Жақсы ма? Түсінікті? Жақсы балалар. Енді дайын болса, қазір әр топтан кім? Бір баладан шыға ма? Әлде бірнеше кәлекел? Сіздердің топтан Бізден екі адам шығады. Жақсы. Кім? Мен және Қайрат. Жақсы. Сіздерден ше? Біздің топтан әсем шығады. Жақсы. Сіздерден? Біздің топтан азат шығады. Жақсы балалар, енді қазір сіздер үшінші тапсырманы не істейсіздер? Мына жерде қорғайсыздар. Біз өз тобымызбен осы Ақтанберді жыраудың балалардың өсиетін шығармасын осы қара сөздермен айтып жеткізуге ой шештік. Бұл жерде жасы жеткен қарияның жастарға берген өсиеті. Кепиет қылмау, араздаспау, бір-бірімен тату болу және қарияның балаларының өз елін аманатқа қалдыруы. Бұл жерде 90-ға келген кісінің өз елі туралы, өлім туралы ойлайтыны, өз өлетінін білген тіктен, ол өз елі туралы ойлап, өз еліне жақсылық тілеп, Құдайға разы болады. Жақсы, рахмет. Біз өз тобымызбен ақылдаса келе шешіп, Ақтанберді жыраудың қара сөзін толғау ретінде, қара сөз ретінде жеткізгіміз келді. Мен өз өсиетімде балаларымның әрдайымда тату өмір сүргенін және де адамгершілік қасиетпен үнемі бай болғанын қалаймын. Мен өзім өмірімде қателессем де балаларымның ондай қателескенін қаламаймын және де басқа адамдарға немесе өзіне де кесапат жасамауын қалап оларға тілегім келеді. Және де осы сөздерді мен осы өсиет арқылы өзімнің балаларыма жеткізгім келеді. Керемет. Біз Ақтанберді жырау тобымызбен сөзімізді былай жеткіздік. Елімізде береке, татулық, тыныштық, имандылық болсын. Керемет, жақсы. Кәнек балаларға балалар, мен сіздерді қазір жеке-жеке жылқының тұқымдары деген түрмен бағалағым келеді. Қараңыздар, тақтағы балалар, жылқының мынадай тұқымдары бар екен. Соның бірен-сараны үшеуін ғана сіздерге алып келдім. Біреуін, мысалы, қазақ жылқысы, екіншісі көшім жылқысы, үшінші түрі адай жылқысы. Енді мына оқушылардың барлығын мен қазақ жылқысымен бағалағым келеді. Себебі сіздер көптеген бүгін тапсырмаларды орындадыңыздар, сабақтың мақсатына жетті деп ойлаймын. Енді барлықтарыңыздың бүгінгі алған бағаларыңыз 10 ұпаймен саналады. Себебі түгелдерін белсенді қатысып, мына жерде біліп тұрамыздарыңыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.